жақсылап шығарып аламыз да 0,5 см қалдырып тағы да тігіп шығамыз. Екі жақтан закрепка беруді ұмытпаймыз. Осылайша шоперіміздің бір жағы дайын десек те болады. Енді кері қарай айналдырып, жаңағы процесімізді қайталап, екінші жағында әдемілеп тігіп шығамыз. Келесі жоғары жағын тігетін боламыз. 1-1 сантиметрден 2 рет қайтарып, матаның беткі жағынан 0,2-0,3 сантиметр қалдырып тігіп шығамыз. Шопердің барлығын тігіп бітірдік. Енді ручкасын жасаймыз. Кесіп алған матамыздың екі шетін 1 сантиметрден қайтарып тігетін боламыз. Және де ұзындығынан да екі жақтан 1-1 сантиметрден қайтарып көктеп аламыз. Одан соң екеуін беттестіріп бірге қосып, шетінен 0,3 сантиметр қалдырып тігіп шығамыз. Менде осындай әдемі ручкалар шықты. Сіздерде де әдемі шыққанына сенімдімін. Енді бұны шоперге біріктіретін боламыз. Мен өзіме ұнаған арақашықтықты есептеп, икстап тігіп алдым. Немесе сіздер шопердегі тігіс бойымен тіксеңіздер де болады. Бастысы бұл жерді 2 рет қайтара өтіп тігіп шығамыз. Менде осындай әдемі шопер шықты. Енді келесі видеода бұл шоперге сурет салатын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Лайк басып, комментария жазып, белсенді болайық. Келесі видеода көріскенше.